Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен іш майды шыжғыратын боламыз. Алдымен тазалап жуылған іш майымызды осылайша майдалап, турап кесетін боламыз. Бұл іш майды шыжғырып, тоң майын самсаға, қаттамаға пайдаланса болады. Бауырсақ пісіргенге майға қосып, араластырып пайдаланса болады. Майдалап туралған іш майларымызды осылай қазанға немесе табаға шыжғырып аламыз. Іш майдың арасында бездер, еттер болуы мүмкін. Соның барлығын жақсылап қарап, міндетті түрде тазалап аламыз. Мендегі бұл қойдың іш майы және сиырдың іш майын шыжғырып, самсаға, қаттамаға қолдансаңыздар болады. Егерде видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецепттермен бөлісіп отырамын. Мінекей осылайша барлығын турап болдық. Енді газдың астын қосып ерітіп бастаймыз. Іш майдың артық иісі болмас үшін осылайша чеснокты 4 бөлікке бөліп немесе майдалап турап, іш майға қосып жіберсеңіздер, артық иіс шықпайтын болады. Негізі мен қатты майдалап жібердім. 4 бөлікке бөліп қоссаңыздар жақсы болады. Бастапқыда осылай іш майымыз көпіршіп, қызып бастайды. Бір қаттыдан кейін газдың астын орта отқа қойып, қыздырып аламыз. Мінекей сарғайып бастады. Енді іш майымызды сүзіп, майымызды бөлек ыдысқа құйып алатын боламыз. Шұжықтарымызды шұжық нан жасап, пиязбен қосып, шұжық нан жасап, балаларға жасап берсеңіздер болады. Қазіргі таңда сұйық майларды ағзаға зиян деп жатыр. Осылайша іш майды жасап пайдалануға кеңес беремін. Алдағы уақытта шұжық нанды жасап көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Мінекей алдында жасап қойған майым, мен бұны самсаға, жаңағы айтып өткенімде қаттамаға пайдаланамын. Осылайша құйып, кастрөлге қойып қоямын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.